бұл өнердің ішіндегі осы құмыра жасау әсіресе өте керекті ау деп ойлап отырмын. Себебі мына балалардың бұл жұмысты атқарумен бірге мына саусақтарының жаңағы қызмет жасауы, моторикалық және оның барлығы миға, санаға берілетін нәрселер, соның бәрі балалардың жетілуіне, дамуына үлкен қызмет жасайды. Сондықтан мен ойлап отырмын, мына барлық мектептерде осындай көзешілік құмыра жасау істе жаңағы жолға қойылса, енді оған әрине көптеген қиыншылықтар бар, өзінің басы болу керек, түрлі жаңағы құралдар болу керек қой әрине. Өте қажет нәрсе екен деп ойлап отырмын мен көзешілік үйірме. Бүгін міне жаңа өзіміздің мектебімізде көрмеген 3D дизайн үйірмесіне қатысып, жаңа Мелстас Қалиұлынан көптеген дәріс алып, ол кісіге ризашылығымыз шексіз. Енді өзіміздің суретке деген бейіміз жоқ, бүгін соны үйреніп, жаңағы осы балдарға осылай әсерлі үйірмеміздің семинардың практикалық бөлімінде біздер зағип балаларға және көздері нашар көретін балаларға арналған кітаптарды жасап үйреніп жатырмыз. Бұған дейін мүлдем бұндай дүние бар екенін білген жоқпыз. Бүгінгі ұйымдастырушыларға көптен көп рахмет. Бүгін біз Ақжайық өңірінен шығармашылық топ болып, Назарбаев зияткерлік мектебіне тәжірибе алмасуға келіп жатырмыз. Алған әсеріміз көп, алған өзімізге көп багажбен кетіп бара жатырмыз. Енді бұйыртса мектебімізге келіп, тап осындай Назарбаев зияткерлік мектептің материалдық базасындай болмағанмен, соның элементтерін алсақ та жас ұрпақтарды тәрбиелеуде осыны жолға қойғымыз келіп, әсерлі оралып бара жатырмыз. Ұйымдастырушыларға көп рахметімді айтамын.